Сәлем балалар, қазақ тілінің 110-шы сабағы 2-ші сынып, тақырыбы дара және күрделі етістік. Бүгінгі сенің білетінің етістіктерді табу, өлеңдегі негізгі ойды анықтау, қатені тауып және оны түзетіп жазу. 25-ші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Шыр-шыр еткен торғайды аямасқа болмайды. Кіп-кішкентай торғайлар ағаштарды қорғайды. Яғни балалар, өлеңнің негізгі ойы қандай екен? Торғайдың пайдасы. Торғайдың қандай пайдасы бар? Кәнекей ойланып көріңдер. Енді осы өлеңдегі етістіктерді табайық. Аямасқа болмайды. Екі сөзден құралып тұр, яғни күрделі етістік. Ал қорғайды деген сөз бір сөзден құралып тұрғаннан кейін ол дара етістік болады екен. 26-шы жаттығу. Жаңылтпаштың қатесін тауып жаз. Үміт, түбіт, түтті, түбітті, түтіп, бітті. Балалар, бұл жерде оқылуы, яғни орфоэпия. Енді біз оның қалай жазылуы екенін орфография арқылы жаңылтпашымызды жазайық. Үміт, түбіт, түтті, түбітті, түтіп, бітті. Балалар, қай жерде бұл жерде қателік болып тұрғаны? Ү дыбысы естілгенмен Ү дыбысы жазылады екен. Етістіктің дара күрделі екенін осы жаңылтпашымен табыңдар. Түтті дара етістік, себебі бір сөзден жасалып тұр. Түтіп, бітті күрделі етістік, екі сөзден жасалып тұр. Дескриптор. Өлеңдегі негізгі ойды анықтады. Жаңылтпашта қатені тауып түзетіп жазды. Дара күрделі етістіктерді тауып алды. 27-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Құстар тұмсығымен дән шоқып жейді. Жаңғақтар шағады. Кейбір құстар үшкір тұмсықтарымен ұя салады және тесік оятын құрал ретінде пайдаланады. Балалар, суреттен біз қандай құстың көріп тұрмыз? Тоқылдағы екен. Мәтіндегі етістіктердің дара немесе күрделі екенін айт. Шағады, салады деген сөздер бір сөзден құралып тұр, дара. Ал шоқып жейді деген екі сөзден құралып тұрғаннан кейін ол күрделі етістік. Мұндай құстардың пайдасы туралы топта талқыла. Орман шаруашылығында тоқылдақтардың пайдасы үлкен. Олар күн сайын бірнеше жүз зиянды насекомдарды қырады. Тоқылдақтар әсіресе жаз айларында пайдалы. Өйткені олар бұл кезде жәндіктермен қоректенеді екен. Балалар, сонымен қатар тоқылдақ ағаштың түбіндегі қабықтарынан жәндіктер тауып жейтін болса, жерге түскен құрттарды басқа да құстар алып жейді екен. 28-ші жаттығу. Кестені тиісті құс атауларымен толықтыр. Үй құстары. Қаз, үйрек, тауық. Өздерің көріп тұрғандай үй құстарының суреттері. Келесі жабайы құстар қандай екен? Қарға, торғай және сауысқан. Осы құстардың пайдасы өте зор. 29-шы жаттығу. Өз аулаңдағы құстарды бақыла. Байқағандарың туралы шағын мәтін құрастырып жаз. Менің ауылымда құстар көп. Үйімнің маңайында торғай, қарға сияқты құстар жүреді. Менің байқағаным, бұл құстар жылдың 4 мезгілінде де жүре береді. Жылы жаққа ұшып кетпейді. Құстар ағаштардың бүршіктері және тұқымдарымен, тығылып қалған жәндіктермен, адамдардың үйлерінің жанындағы табақтармен қоректенеді. Бұларды қыстайтын құстар деп те атайды. Балалар, жалғыз ауылда емес, қалада да осындай құстарды байқауға болады. Осымен сабағымызды аяқтаймыз.